Екі жастың бақытына жақсы сөздер сөйлейік. Төрде отырған құдалар ортаға келіп билейік. Ойна, ойна құдалар, жастық шақты еске алып. Биле, биле құдалар, жүрмеңіздер кеш қалып. Ойна, ойна құдалар. Бәрекелді, қадірлі, қадірменді той қонақтары, қадірменді меймандар, бүгінгі тойымызға қош келдіңіздер. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Құдаларымызда бір 2 минут, 3 минуттың уақытында кетіп қалады екен. Жалпымыз дайындық жасай берейік, биімізге жақсы көңіл күйімізге әрекет жасайық. Енді құдаларымыз келгенде бір тамаша билеп қарсы алайық. Оған дейін бір би қоса тұршы. Құдаларымыз келгенше бір би қоса тұрыңыздар. Ақсамайлы аналарымыз, ақжаулықты аналарымыз, аталарымыз бір дайындық болсын. Туын іске қосып алайық кішкене. Күштеп тұр, мынау іске билейміз Алла қаласа. Ал кел. Күздің жауындар жара-жарағым, мені ойландырам сенің қалауың. Сүйемдіге сені ұялғаныммен, бүкілдір көзіңді ұялғаныммен. Күздің жауындар жара-жарағым, мені ойландырам сенің қалауың. Сүйемдіге сені ұялғаныммен, бүкілдір көзіңді ұялғаныммен. Ай, сүйалғаныммен. Қалай қылайын, мүлдемейсің сен. Қалай қылайын, мен өзімді сағынсам қалай шынайын. Тағын тиіп алмай, айғайлап қоя. Айғайлап қоя. Жақсы көрем сені, мен де баяғыдай. Сұлусың-ау жаным, сен де баяғыдай. Сүйемдіге сені ұялғаныммен, мүмкіндік өзіңді қиялғаныммен. Жақсы көрем сені, мен де баяғыдай. Сұлусың-ау жаным, сен де баяғыдай. Бірге болсаң өзгемен, бақытты ғой сылаған бір шіркін. Ақмарал күнде сені жүргенді өзгерем. Өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады байланып ұялғандай өзіңе. Жолдаласың көптеген жеткен, сағынышың қайдасың. Келгенде көңіл суық, көрсететін көмірсіз бір арулымсың. Қабылдамай бір сыйымды, үйрететін шын сүюді мұғалімімсің. Қызғанып та ұрысатын, ұрыспауға тырысатын дәрігерімсің. Жүрегімді сез алатын, ауырғанда жазалатын дәрігерімсің. Миллионым, миллиардым, алтын күміс бриллиантым қымбаты менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, қаржымсың, ғашығым. Күтпеген жеткен, сағынышың қайдасың, қасымда келер. Құшақ жайып қарсылар Сау ғанеке құдаларымызда мінеки көптерінің басы көріндіға келіңіздер, аталарымыз, туған туысқандар, құдаларды қарсылайық. Ғанеке ауылымызға құда келе жатыр ағайын. Құдалар жол болсын, дастарханым Ал қалшы жаға, микрофон бұра қойды. Сол болсын ай, Seni жақсы құтламадым, пайдамсың ба? Құтта, неге алмайсың сонда? Сағасы құтла болды, құтла болсаң сында.
Hoş geldinizler, şaşırlar alınızlar analarımızın kaçkan. Şaşırlar, bugünkü mineki kos. Aşıklar kos, jas baktı olsun. Baktları bayandı olsun. Eki evlettin bası, bugün mineki alda sarganın dörüne karay. Kosluğalı çadır, algan eki kılar. Bilek bileyik kaneki. Kudalardan bas kosan hürmetine ver kudalar. Allah'ın zor olsun, dastarhanın bol olsun. Bir zor olsun, bizde dilek zor olsunlar. Birlikteki şöyle, kız ziyneti böyle. Bir arada doğudan bir geçirme çok yıllar. Ayırmasın be kudalar. Uzaklardan öğretmen kaygılamazlar. Ağlasın kadar yetmek ayrılmasın be kudalar. Al kudalar dolu olsun, dastarhanın dolu olsun. Zor olsun, bizde bilek zor olsunlar. Birlikte geçiyor bekle, kız dünyada gördüğüm. Bravadan tuğlanın bir geçirmek çok bekle. Kırılsın şanslar, farklı olsun. Sarkanın bol olsun, birlikte geçiyor bekir kız dünya. Ağlar kesinlikle ya. Farklı olsun. Gelin, kasıya biliniz kanalar. Atam bir kız paraları biletim. Bence amandık sağlık sırası bulaydı ya. Mine bir yesiratta varmaya şanarağımızga kudalar gelip жатыр. Bir hoş durup koyuңuzlar mine. Hoş geldinizler. Endi Kazak amandasуу адамгерчиликтин bir belgisi deйтин Kazakпыз ya. At kölөктөрүңүз аман эсен жеттиңиздер ме? Ya toy kutlu olsun. Attağan adamların soğundan bolsun. Kudalık 1000 yıllık bolsun ya. Al koşkan edin. Bas kudalarımız, kudaklarımız. Alın da bilir ki. Bana bir mesele.
Asылбек аға мен де асылып жатыр мінекей. Балқия құдаса билейсі келді ардия бақытты болуыңа мен гарантия Балқия есімім Балқадиша емес Балқия құдаса билейсі келді ардия бақытты болуыңа мен гарантия Балқия Былай істейікші. Ағын қаптық. Қандай күш? Күш жинап аттым мына кісі. Сіз де күшті билеп жүрсіз. Сіз күшті тамаша билеп жүрсіз. Образ күшті, бір қошеметтеп қойыңыздаршы. Рахмет, күзге сай келіп тұр, сары шаштастар. Негізі шашты қараға бояса қара көйлек киеді бұл кісілер. Сондай, сарыға бояса сары көйлек киеді дегендей. Ал енді рахмет, қош келдіңіздер, той құтты болсын. Бір билейікші, бір әлгі, білмеймін, құдалыққа емес, бұрыннан бір таныс сияқтысыздар. Бір мектеп бітіргендеріңізге 30 жыл болған сияқты ма, 50 жыл болған сияқты ма, сондай келесі деген сияқтысыздар. Неге Асылбек әкемізді қалай қайтек? Асылбек аға келші, әке. Асылбек аға, әкемізді ортаға шақырайық. Қай құдағимен билегіңіз кетті? Бәрекелді. Жігіттің көзі сарыда, қыздың көзі қызылда деген рас. Әсет, кеш бүгінгі тойымыздың басын есті өздерінде қояды. Айдос бар. Әсеке, қай құдашемен билегің кетті? Жоқ, бүгін Әсет үндемейді. Ойындам, Әсет үндемейді. Кім, қай құдашы? Немен таңдап тұр? Базарда тұрған жоқсың ғой? Бір құдашемен билегің кетті десеңші болды ғой. Ал кет, қанекей, бір би тағада болсын. Құдаларымыз шықса, төрімізден арнайы орын алып өздеріңізді ақырындап жайғаса беріңіздер, төрлетіңіздер. Жатқан жайы бар, сондықтан да бір 5-10 минутқа мазаламай, бір-бірлеріңізбен емен жарқын әңгімелесіп, дидарласып, үзілісте ғана әңгіме айтып, қалған уақытта бір-бірімізді тыңдап отырсақ деген ниетіміз бар. Сонда тойымыз жақсы көңіл күйде өтер деген ниеттеміз. Астарыңыз дәмді болсын, алып-ішіп жеп отырыңыздар, қыздар жігіттер арнайы судан құйып, шөлеп келген балаларымызға алдына қанекей астан дәмдерін тартайық. Астарыңыз дәмді болсын, құдалық аман жолдақ болсын.
Sasha, Şizura şimdiki bu maç. Konbaysın bağız dorlayım Tavkumet tartı Tarakma canım Korkma canım Koşuğundaşı Kevdemi basıp Veriyen canım Terşelekte Aynamazsa tağdır bozkan Koz edim oy Kingalama bağırmazkan Ayazlarda Tolbaysın da bozdurlayım Jolu yana Konbaysın da bozdurlayım Terşelekte Aynamaz katardır bozkan Koz edim oy Kingalama bağırmazkan Ayazlarda Konbaysın da bozdurlayım Şolu yana Konbaysın da Енді мен ортаға Асылбек әкеміз бен Гүлнар анамызды шақырайын, билет шақырайын қолдан келсе. Ал Асылбек аға, Гүлнар ана Рахмет. Асылбек аға кешегі шабытпен әлі жүрсіз. Кеше басында билей алмай кішкене не қылып жүрген, бүгін міне тамаша үйрендік. Мынау қадірлі ағайын баяғыда бір бәйге болған ғой, Асылбек аға. Бір бәйге болған, сөйсе бір жылқы алтына қара салмай бірінші келе жатқан ғой. Сөйсе бір 70-тен асқан атам қуанып, әлге шынайы қуанып, басындағы шәпкісін жерге ұрып, ана аттың келе жатқанына қуанып, делебезі қозып жатса, қасына бір жігіт жүгіріп келіп, ойбай аға, сіздің атыңыз ғой деймін. Бірінші келе жатқан, қатты қуандыңыз ғой деген ғой. Сөйсе атам айтады, ай, ол менің атым емес деп. Ойбай ата не қуанып жатсыз біреудің атына десе, басындағы жүген мені кет деп айтты ғой. Қазақты көрдіңіздер ме, қадірлі ағайын? Тойды бір адам жасайды, 1000 адам атқарады деген қазақта сөз бар. Асылбек ағамның, Гүлнар анамның қуанышына қуанып келген біздің туыстар айғай шу қайда? Табындар мен ошақтылар десе басқа кісілер ренжіп қала ма деп жатыр. Бірақ той табындардық. Табындар бар ма? Ағашылар бар ма? Құлалар бар ма? Сары сүйек құлалар бар ма? Шақтар тағадайды. Сіздер бүгіннен бастап мыңыз, жоқ, бүгіннен бастап мыңсыздар. Құдағиларыңыз қосылып жатыр. Міне, Құдайға шүкір. Құда қосылып жатыр. Ал енді қадірлі ағайын, еші шақырдым ағам мен анамды. Өйткені кеңесіп жүріп қазақ, керегесін қалап, үйімдасып жүріп оғын қадап дейді. Бүгін мінекей бәріңіздің де мынау 2 жастың тойы ортақ деп, осы тойға келгендіктен құдаларым микрофонын ұсынайын. Сіздерге назар аударайық, таныстырып өтсеңіздер, рұқсат болса. Үйден шыққанда сендер 4-еуің билейсіңдер, сендер 4-еуің тілек айтасыңдар, сендер 4-еуің бата бересіңдер. Қалғанымыз деп бар ма? Бір адам таныстырады деген кісі бар. Есімі?
Gülnar құдағиымыз, қошемет ұрып қойыңыздар, қадірлі қағи. Бұл кісінің де есімі Гүлнар екен, Майра тәте ма? Ал онда. Майра тәте өзіңізден бастайық. Алладан назар аударыңыздар, құлақ тұрыңыздар. Қайырлы күн. Мінекей бүгін демде қызымыздың қонған ұясына келіп отырмыз. Мінекей кеше ғана үйде жүрген қызымыз бүгін енді басқа шаңырақта мінекей қызмет жасап, ақ-орамал тағып, өз шаңырағына келіп қонып қызмет жасап жүр. Ұзағынан болсын деймін. Таныстыру тосты деп жатыр ғой. Мен мына өздеріңіздің бас құдаларыңыздың Сәбиттің әпкесімін. Майра. Менен үлкен мінекей үлкен әпкеміз мінекей Гүлбақыт. Кеше құдалықта келе алмай қалды, тойда болды. Одан кейін менен кейінгі інім Талғат. Талғат інікей. Біздің Қосынбаевтар әулетінің, Қошқар әулетінің біздің әкеміздің орнына әке болып отырған үлкен ағамыз бар, ақылшымыз Қайрат аға. Кеше көрдіңіздер құдалықта. Сосын міне анамыз, Сәбиттің мамасы, анамыз, Күкән апаларымыз міне қасымызда отыр. Енді мен жақтан басқа столда тұрғанын көрмей отырмын. Ең кіші сіңліміз Фарида Қапшағай қаласында тұрады. Қасында отырған енді өздеріңіз білесіздер. Гүлім, Аянат. Гүлімге үйреніп қалған Аянат қызымыз ең кенжесі. Келесі. Біздің жақтан бәрін айтқан сияқтымын, қазір енді екінші сол жағын айтады, нағашы жағынан. Армысыздар, қонақтарымыз деп бізді қарсы алатындарыңызға көп рахмет. Біз қайдан шығамыз, құдағиымыз қайдан шығады, егерде тегін білмесе дейді. Гүлмира ол сіздердің құдағиларыңыз. Елі жан істейміз. Бірақ әкесінде айтып өтейін, әкеміз жоқ болса да, ол кісі болмаса біз қайдан боламыз, яғы? Әкеміздің аты Әкімжан. Жан істегенмен Қызылбөрік деп айтсақ та болады. Өйткені нағашы жұртында атасы мен апасының қолында өскен кісі екен. Атамыз үлкен биік кісі болған екен. Сол атамыздың қасиеті әкемізге қонған ба? Әтеміз жаны дархан, қолы жомарт, елші адам болатын, дипломат. Әкеміз ерекше бауырлардың арасында, ең бірінші тұңғышы, 11 бауырының арасында иманы жарық болсын, Қасымхан атанды, иманы жарық болып қорғап қолдау жүрсін. Бәріміз аруақтымыз, аруақтың қолдауы жетсін бәрімізге. Сол айтқандай, құдағиларымыз локомотив, стратег, алға все хорошо деп жүретін құдағи. Осындай жайнап жаным жүре берген. Әкеміздің вкусы өте керемет екен сол кезде. 22 жасында 17 жастағы анамызды алып қашады. 2 алып қашып, 3-ші рет келін қып түсірген екен. Таудың ауасын жұтқан, бұлақтың суын ішкен текенің қызын босағаларына қондырады. Анамыздың аты Күлсара. Бүгін бұйырмай дәм осы аяқ астынан аяғынан операция жасап жете алмай жатыр. Бірақ ол кісі де көпшілік кісі. Бәрін қазір көріп те отыр, біліп те отыр. Бәрін под контролімде жұртынас. Ал енді мен осы құдағиыңыздың ең үлкен әпкесі боламын. Есімім Гүлнара, сіз құдағиыңыздікіндей. Менің жолдасым Албанның әруағынан ат үркіген дейді. Батырдың ұрпағы өзім танылып алғам.
Алжан. Личный водитель. Мына әп-әдемі тәтеміз отыр, Бәтима тәте, тұрып қой. Бұл анамыздың екі маржандай сіңілі бар. Мынау сары маржаны Бәтима деген ат. Сары маржанның қызы Сары маржан Айгүл деген қызымыз. Әкем шешеміздің шашпауын көтеретін, сырласатын сіңілі. Мына қасында отырған кіші шешеміз, әкем марқұм кеткен кейін 40 күннен кейін ағамыз қайтыс болды. Осы тәтеміздің жолдасы. Қания тәте кішкентай болған мен алтындай қымбатты асыл ана. Екі ұлы бар, немерелері бар. Сондай беделді кісі, бұл кісі де үндемесе де ымдымен бәрін жеткізеді көзбен. Менен кейінгі келе жатқан Мейіржан деген бауырым, осы талғарлықтар өздеріңіз біліп жатқанда шығарсыздар. Енді құда болған кейін менен де жақсы білесіздер бұл кісілерді. Талғарцы. Біздің әулеттің беделі осы біздің тірегіміз. Әкеміз де, бауырымыз да, ақылшымыз да, қасында жарқырап отырған, той көйлегін киіп келген менің келінім. Майраның қызы емес па? Сәулесі шашырап тұр. Мына әдемі отырған біздің келініміз алдындай. Шешеміздің бауыры марқұм Алланың берген талқаны таусылды ма? Осыдан 2 жыл болды қайтқалы. Артында бір ұл, 2 қызы қалды. Осындай алтын келінді қара шаңыраққа бізге табыстап өтті аманатқа. Аты Эльмира. Кешеден бері көріп жатсыздар. Бұл да компанистка, подружка бәрі. Мына отырған сұлу әкеміз бен шешеміз бәрі сұлулықты, тәттілікті осы қыздың бойына берген ғой. Есім Айжан, менің көршім, қалада тұрады, ұлы қазір Малайзияда оқып жатыр, қызы қазір мектепте. Ортамызда бір сары қыз бар. Ол қызымыз бірінші осы Қазақстан болып, Европаға жол ашқан, қазір енді артынан Аянат та, Ескендірімізде шығып жатыр. Ол қызымыз, ол да менің көршім, Турцияда оқып келген 5-6 жыл. Қазір ол да біздің ақылшымыз. Мен неге тереңінен айтамын? Кеше жүздескендей болдық. Бүгін енді тереңінен айтайық. Атымыз кім, тегіміз кім дегендей. Енді Айгерім деген қызымыз, Айкош. Бұлна Мейіржанның тұңғыш қызы, сүйкімді, сондай адал, нәзік жан. Кішкентай ұлы бар, тәтті. Мына отырған қыздар аққудай қазылып, бұл Сәпеннің Горшокта, ауылдың топырағында өскен жолдастары. Ал орындаңызға тұрып қойыңыздар. Жан жолдастары. Собутильниктары. Жолдастарын үйге тастап кеттік. Бүгін енді стойкилары келіп отыр. Енді өзімізді айтып өттік. Сіздермен де танысып жатамыз. Енді қадамымыз құтты болсын. Еліктей лағымызды сіздерге қондырып отырмыз. Жаным әшейін Гүлімжан. Бұл қыз өте нәзік, сезімтал, бірақ ымдым дегендей, ол ымдымның иесі Қасым Қаната болған. Келгенде үлкен құда кісі аяғын сылдыр бастады, бойында сондай сабырлық, сондай мейірімді кісі болатын, иманы жарық болсын, сондай әдемі еді. Өзімді атасының қызы, сүнген айтып жатырмын атасын. Атаның әрбағы қолдасын жаным. Енді сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Құдамыз өзіміз сияқты жарқыраған құда екен, 32 кісі бар екен самый болған. Атбас құдағи тезка.
Атпас құдағи дейтін ұқсайсыздар өздеріңіз сіз ана көзілдеріңіз ғана бөліп тұр негізі екеуіңіз бір көшемен тұрып қойыңыздар рахмет риза болдым енді сіз таныстырып жатсыз ғой бір сөздің бір дәйегін табысып иә бір жақсы бір арыдан бастадыңыздар енді мынау мақтап жатсыздар мынау жүк болатындай қадір қасиеттеріңіз бар екен бүгінгі осы тойға тек мықтылар келді деп ойлаймыз бүгінгі тойға мынау сүттің бетіндегі қаймақ тәтті ғой сол сүттің бетіндегі қаймақтары жиылды деп ойлаймыз екі әулеттің де жанашыр жақындары тойымыздың төрінде таныстықтарыңыз мың жылдық болсын иә ана құдағиымыз айтқандай қазақ бір көрген біліс екі көрген таныс үшінші көрген туыс дейді иә менің қолымда тізім жоқ байқаған шығарсыздар бұл списоктың керегі жоқ негізі мынау баяғыда бір 70-ке келген атам тойға барған соң не апарарын білмей бір кілеммен 50 000 теңгесін тойдың басында жазғызып қолына ұстатып жіберіпті той иесіне сөйтсе атамды списокқа жазуды ұмытып кетті дейді ренжіп беріп қойған кілемін беріп қойған 50 000 теңгесін шуын шығарып жүріп алып кетті сөйтіп тойхананың арғы бетіне өтеді такси ұстайды айтпайды сыйдырып алады сонымен таксисттер әңгімешілік келеді ғой аға не деген күшті тойдан ерте қайтсыз кілем ұтып алғансыз ба деген ғой сөйтсе атам айтады дейді ай ана баланың тойына барғам списокқа жазып алып ренжіп алып кеттім десе ойбай аға ұят болған екен тастап кетпедіңіз ба десе атам отыр дейді ей бала көңіл деген болады жасым 70-тен асты бұл құтты кілем осымен 4 тойдан қайттық депті ғой солай айтпақшы енді құтты тілектеріңіз арқалап кетпейсіздер Nasıl kolay olabilir ya? Azat'ın koyucusu karıyla çıkmış kalacak adamımızın enderliğini geri verirler olsun. Sözümüzden bozulmadı. Şaşına akban tek baylağa Özgerip ketirsin bol günde Körgüge göz tasla boylağa Özgerip ketirsin bol günde Körgüge göz tasla boylana
жарқын арманысың қандай жанның шынармай сен білдірсің еркем тау болағындай сен білдірсің еркем тау болағындай Еще пустые. Түн жамылып келеміз айсыз ашық аспан төбемізде жұлдыздар үнсіз жымыңдасқан бара жатқан замарат байқалмайды уақыт бұл не деген қуаныш бұл не деген бақыт бара жатқан замарат байқалмайды уақыт бұл не деген қуаныш бұл не деген бақыт аңсаған бақытым сияқтанып айтылып келеді қияқтанып жол жаққа қараймын сен жоқсың арайлы кешікпей келем деп ең мен тұрмын елеңдеумен жол жаққа қараймын сен жоқсың арайлы кешікпей келем деп ең ана Сағи Жиенбаев атамыз айтады ғой, дүниеге келер бір рет дария кеуде, тау мүсін құрыштан құйған құдірет, қарттарым аман сау жүрсін, қарттарым аман саумысың деген. Енді мен осы әулеттің барша үлкендерін, яғни және сарысүйек құдаларымыз, сіздер де осы әулетте, яғни құйрық бауыр асасып, кәдесін жасасып, 1000 жылдыққа құда, яғни 1000 жылдыққа доғыр отырғасыздар сіздер, иә? Соны қазақтың ұлттық асы, ұлттық құндылығы, яғни төре табағымен келетін, бас жамбасы кәдешілігімен келетін екі ағайын. Ал қарабе ортаға. Қызмет етпей Ал қадірлі ағайын, қадірмен той қонақтары, әумин деп қолды көтер жоғарыға құдайым береді екен добалыға, қазақ деген біз дархан елемеспек, қабақ шытып қарамайтын қонағына, лақ деген асырап отырса да құлақ шеге тартатын қонағына дейді. Ал енді бас құдамыздан арнай бата болсын, әумин. Дастарханнан дәм кетпесін, түрлеріңізден сан кетпесін, ұрпақ ұлы аман болып, өмірлеріңізді мән кетпесін. Әумин. Әумин, берген батаңыз қабыл болсын. Құреге, басында әсет қайда? Әсеке, сыбағаңызды. Сіз алып, жек көрші. Асылбек аға, мына сыбағаларыңыз еттің басындағы. Ал қадірлі ағайын, ет жегенде біз сіздерді мазаламайық. Астарыңыз зәмді болсын. Ет жегенде қазақ пен қасқырды мазаламайды. Қасқырды мазаласаң жағы тырсады. Қазақты мазаласаң құлағы естімей қалады дейтін де тәмсіл бар екен. Сондықтан да сіздерді бір 5-10 минутқа мазаламайық. Енді аға, сіз бір досым айтады, Асылбектің тойында айтпаға ойлады, атаң басында айтасың ба? Сондықтан мен өзім бел болып шығып жатырмын, өлең айтпасам болмайды. Одан бұрын айтатын мына құдаларды түсі жақсылап көңілме дейді ғой. Ол құдаларды қайда көрді? Түнде ұйықтап жатып түсіме кірді. Сөйтсем, былтыр күз айы болды. Талғат деген семейный досымыз бар. Лаура деген подружка жұбайы.
соның тойында бірге болыппыз біз. Сонымен есіме түсіп, осы кісілердің бірге болған екенбіз. Оның үстіне, құдама құдасы, Құнанбайдың сұрпасы деген бар қазақта. Міне, сіздер арқылы біздің семейный дүрігіміздің құдағайымен сол кеше дастархандас болып қуанып жатырмыз. Кеше талатта айтып отырмын, мына Алтынбек досымды кездестірдім. Біз енді айтты ғой, жиі кездесіп тұрамыз. Осы жиі кездесіп тұруымыз ұзағынан болсын деп біз сіздерге арнап, оның ішінде мына Елер құдағайға ерекше ән бір жолдағым келіп тұр. Алтынбек Қоразбек әні Аққуым деген. Мен өзім атым Алтынбек қой. Сондықтан мен Қоразбектің әнін жақсы көремін. Қошемет ұрып қойыңыздар. Ағамда осы жаққа келіп айтып еді. Енді жас кезімізде айтқанбыз ғой, шамалы қателесіп, гитара жүрмей жатса, чуть-чуть кешіріңіз. Basında parçalar Karbon sevgi ondan iki amca var Ömrümden ayrılan boşadım Benim dağı bırakıp parçalar Ömrümden ayrılan boşadım Ben dağı bırakıp parçalar Ağlatağın eteğini alçılar Sorgunlarga bana bolan başılar Gönlümden aydınlanma konadır Benim dağı bırakıp aşılar Gönlümden aydınlanma konadır Benim dağı bırakıp aşılar Anadolu'dan gittin ömrü var Sonradan da haberin canlılar Ömrümden kaydı gürsem gitmeyden Benim dağı bırakıp karşılar Ömrümden kayda gürsem gitmeyden Benim dağı bırakıp başına Benim dağı bırakıp başına Benim dağı bırakıp başına Құдалар келіп жатқан кездері құдаша құдағайлардың үстінде киген көйлегіне қарап отырмын қызыл көйлекке киіп келсе сол келіншекке арнап осы өлеңді айтамын деді. Ана әннің аты қызыл көйлек. Енді ешқайсыңыз қызыл көйлек киіп жатсаңыздар принципе сары көйлек деп те айтуға болады енді. Бірақ енді осы жерде маған ұнаған бір кісі бар осы мына сіздердің
көрші подружкаларыңыз екен осы қызыл шарф киіп отыр екен енді осы сізге арнап мен осы орындап бердім. Қызыл көйлек үстіңе кигені жарасып тұр шашыңа түйгені еркелейсің жаланың көлінде әттең ай бар екен сүйгені қызыл көйлек ей қызыл көйлек еркелейсің ортада гүлдей билеп қызыл көйлек ей қызыл көйлек өмір өтер осылай дөңгеленіп өмір өтер осылай дөңгеленіп жалтарады ерекше көзіңнен ән арнады өтініп сезіммен кел билейік қалмайын арманда ғашық еттің мені қызыл көйлегіңе қызыл көйлек ей қызыл көйлек құлпырасың ортада гүлдей билеп қызыл көйлек ей қызыл көйлек өмір өтер осылай дөңгеленіп өмір өтер осылай дөңгеленіп осылай дөңгеленіп өмір өтер осылай дөңгеленіп şansıma ceket olsan olsan şarkılara nasıl çetece o gider şans yere gözünde yolundan
Şimdi sorma ama kalsın. Ama kalsın. Öz zamanının yıldızı koy ya. Hoş emek koyыңыздар. Айтамыз ойнай, жиналған көпшілік зиялы-ай. Көппен қасым қара шашың, айда қоңыр жайнарлай мінезіңіз-ай. Көппен қасым қара шашыңыз, айда қоңыр жайнарлай мінезіңіз-ай. Aynalayın ağzın, aynalanma kayboyun. Sevmeyi zardı yercigin, aynan bakma emme senin tamam. İstesin aynan tamama, emme senin tamam, tamam. İstesin aynan tamama. Barmamağın kaşığa bol yerде, biz buralı oynanama gönlerde. Öpünemle özün özün künlerle, bana ayda şolar gönlerde. Bakmasın da benim çok böyle, yolunlasın ay gönlerde. Bizde su ve gayra var Kur'an'ma, ömrü kara bir kasına gönlerde. Çağasında jaygalgan çağırağın, ömrüm ay içinde şahit sağlık sevdim, versem ayıray. Ömrüm ay içinde şahit sağlık sevdim, versem ayıray. Sende kurum köbele, binde kurum köbele, bizde kurum köbele, bostan paydav yegeler ay. Üstüm üstüme salsan kömürüne bulayma. Erşanım gülayla, bugün güleyim gayla. Üstüm üstüme salsan kömürüne bulayma. Yine gerek bulayla. Aldım senin gölgene, gölgene, aylarında ayda kal, odurman oy jörgene. Hoş bulsam ben görgünçe, aylaylalım gelgençe, güvenin elberek oldum ben sendek ben ölgençe. Aldım sen gülmene, şey gülüm gülmene, aylarında ayda kal, odurman oy jörgene. Hoş bulsam ben görgünçe, aylaylalım gelgençe, güvenin elberek oldum ben sendek ben sendek ben sendek ben ölgençe. Сен ол сейдесте ең қосты
Мен дауыс ондай емес қой. Ойбай кешіңіз. Бар, рахмет. Мен ән айтқан кезде әділет көтере бер дауысын. Мен дауысым ондай әдемі дауыс жоқ менде. Ал енді қадірлі ағайын, мына тойдың соңында көңілді болып жүреді кей кезде. Бөгімне басында билеп тамаша қошемет ұрып қойыңыздаршы. Ал қадірлі ағайын, негізі бар ғой, той иесінің көңілі қалай болады, пейілі қалай болады, ниеті қалай болады, ол сол кісінің жайған дастарханына да сондай адамдар келеді. Бағана құдағи айтты ғой, 32-сі бар екен күшті тебе. Күліп тұра дегендер. Келген қонақтары да солай. Мынау баяғыда бір домбырашы жігіт қазақ үйге кіріп қалса, елдің бәрі жер дастарханда малдас құрып отырған қазаққа бір салтпен құдалық өткізіп жатыр екен дейді. Сөйтсе бір домбырашы жігітті көріп қалып, "Ай бала отыр, ән айт" десе, әлгі бала отыра қалып, көзін жұма қалып 40 минут ән айтты. Көзін ашса ешкім жоқ. 40 минуттан кейін. Бір 80-ге кейін апам ғана отырып қапты дейді. Сөйтсе әлгі бала ана әжемнің алақанынан сүйіп, маңдайынан сүйіп, әже, мыңда бір алғыс. 40 минут бойы менің әнімді тыңдадыңыз. Дауысы мұнады ғой деймін деген ғой. Сөйтсе апам отыр дейді, айналайын балам, дауысың ашты екен деп. Ойбай апа не үшін тыңдап отырсыз десе, астыңда көпшік менікі. Сол алып кетейін деп отырмын деп айтады дейді ғой. Сол айтпақшы енді арнайы мінекей өнерпаздарыңызға бір қошемет, қолдан келгенше, мінекей шама, шарқы жеткенше бір әуелетіп ән шырқап. Жігіттер өркендерің өсе берсін, бауырлар. Өнерлерің өрлей берсін. Құдалардың мындай шапалағын көп жерден көре бермейміз біз негізі. Ал енді рахмет. Қадірлі ағайын, ойбай тілек айтайық. Басталғанда бір жарым сағат болды. Мен бір ауыз әңгіме айтайыншы. Мен бүгінгі құдалыққа бір рухани байып отырмын. Бір жақсы көңіл күй, жақсы сәт болсында туындап отырған жайы бар. Негізі бар ғой, үйіне құда келеді, кейбір құда күтеміз ғой біз енді. Ылғи осы құда күтіп жүргендіктен, кейбір құдалы болады, қыз бердім, назданып отырады. Ішімдегіні біліп ал дегендей отыратын кісілер бар. Ішімдегіні шығарып ал деген кісідей. Ал енді бүгін сіздерге қарасам, жоқ қыз берген емес, өздеріңізді ошаққа бірақ беріп тапсырыр. Өйткені ол құдағидің арқасы, ел жұртының жақсылығының арқасы. Құдағиымыз, сіздер мінекей бас болып қасында бір жөн сілтеп, жол сілтеп, осы тойға мінекей бәріңіз келіп отырсыздар. Сондықтан да мен микрофонды сұрамайым, сыртқа бір айналып білейін, бәріңіз тілек айтыңыздар, ниеттеріңізді білдіріңіздер. Көкөзіңізден бастайық па? Әпке. Ал апа. Жоқ, ана пробдықты берейік. Келіңіз апа. Aldım. Отырып ап, 1938 жылы деп бастым. Құрметті құда жігіттер, болып атқан мерекелері құтты болсын. Екі баланың арқасында міне 2 күннен бері тойлап жатырмыз. Билемеген мен де билеп кеттім әуелі. Құдай енді сондай той томалақтан айырмасын. Еліміз тыныштық болып, 2 бала аман болып, қызық осы тойдың несінің бәрін атқарып жүрген мына көрші olan достарына көп рахмет. Құдалар сендердің де қошеметтеріңе көп рахмет. Осы балалардың қызығын көріп, кейінгі балаларда жұмысты болсын, қыздар үйлене берсін. Сізбен ұлдар үйленіп, әйтеуір тойға көбейте берсін тойымызда. Елімізге тыныштық берсін, бейбітшілік заман болсын, бала-шаға аман болсын. Тек қана тойда, қызықта бастарыңды қоса берейік. Осындай дастарханымыз тоқ, қайғымыз жоқ болсын, еліміз тыныш болсын. Бейбітшілік заман болсын. Құрметті ағайын туыс, құда жекжат, жақындан алыстан келген құдалар, міне жаңа қазағымыздың бір жақшылық сөзін айтты. Қазақ сондай кең пейіл, кең халық. Осындай қуаныштарда 40 күн тойы, 40 күн ойыны дейді. Міне соны ары жалғастырып атқан ұрпақтар, міне бүгін осы үлкен шаңыраққа кеп, мына 2 баламыздың көтерген шаңырағына келіп, жаңа 40 күн тойын, 40 күн ойын қайталап жатырмыз, жаңғыртып жатырмыз. Міне ақжаулықты аналарымыз, үлкен ақсақалдар баталарын беріп, тілектерін айтып, міне осы
алтын көпірді салып атқан екі баламызға тек қана жүректен шыққан жақсылықты айтып жатырмыз. Соның бәрі Құдайдың құлағына шалды. Осы екі баламыздың алдына қойған мақсатына жетіп, аңсаған армандарына жетіп, осы мына екі жақты құда жекжаттарды осылай қуантып, осылай тойымызды ары қарата жалғастырып, біздің қуанышқа бөлей берсін, ұзағынан болсын дейміз. Екі баламыз бақытты болсын. Мына сіздердің алған келіндеріңіз осы әулетті бақытты қылсын дейміз. Енді айтып жатырмыз, батамызды беріп жатырмыз, жақсылығымызды айтып жатырмыз. Соның барлығы осы Құдайдың құлағына шалдығып, осылай жақсылықтар ұзағынан болсын дейміз. Екі баламыз бақытты болсын дейміз. Мына бүгін міне шаңырағына келіп отырмыз. Шаңырақтары биік болсын, керегесі берік болсын, ішінде жан толсын, сыртына мал толсын. Мынау екі жақты құдалар, құдалығымыз 1000 жылдық болсын, күйеуіміз 100 жылдық болсын. Осылай аңсаған арманымызға жетіп, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Осы бала шағаның қызығына тоймай жүре берейік. Құрметті құдалар, мына тойларыңыз құтты болсын, тойға ұласа берсін, екі балаларымыз бақытты болсын, бар байлық осы балалардың бақытында. Балаларымыз бақытты болса, бізге өте қуанышты, өте береке сол. Екі жастың махаббаттары берік болып, ата-анасына қадірлі болып, халқына қадірлі болсын, дендері сау болсын. Осы дастархандарың ылғи осындай қуанышқа жайылсын, үлкен осы отырған тәтемнің жолын берсін. Алла тағалам амин деп бір бақытты үлгілі семья болыңдар. Вообще-то по возрасту өйткені мен едім, мен ана нағашылардың қолында өскеннен кейін мен енді Майрам деп не деді ғой бәрі. Көрінбей қаламды. Енді мен айтайын деген бағын бері көп нелер өздерін таныстырып жатыр. Бағана Майра дейтін 3-4 ғана айтып кетті. Біз енді Еңбекші Қазақ районы Қаракемер деген жерденбіз. Қаракемерді енді көпшіліктері біле бере ма, жоқ па? Біз шапыраштымыз, шапыраштың ішінде Қошқар Теке деген ел болады. Сол әкеміз Қошқарда, анамыз Теке. Ал енді біздің мынау Гүлмираның мамасы тоже Теке. Сондықтан жаңағы құдағиларымыз, енді мен барлық жерде айтып жүрмін бұл кісілерді. Біздің әке-шешемізбен Гүлмираның әке-шешелері құдағилар бір-бірімен, ол кісілер түргенде тұрады да, біздікілер енді Қаракемерде тұрады. Бір-біріне бір шәугім шай ішсе де, бірін-бірісі ішпейді. Үйге барсам, мамашыларға айтады десем, о түргенге кетті деп. Сонымен қай уақытта бірдеңе болып қалды ма деп келеді ғой, келгеннен кейін. Жай ма? Неге бардыңдар десем, ай кішкене ет асқан екен, ет жеп келдік дейді. Сол сияқты осы бауырым Сәпен мен Гүлмираға да сондай бір құдағи болып, жақсы араласып, алшер емес қой, талғардың ішінде сіздер бір-біріңіздерге қонақ болып, жақсы араласып, сіздерді көріп, бұларды көріп, балалар да солай болады. Балалар бақытты болсын. Біз енді өзіміз 7 ағайындымыз. Осында 7 ағайынның ішінде біз 5-еуміз. Құдаларыңызды қосқанда 5-еміз осындамыз. Арамызда енді Гүлмира деген сіңліміз осыдан бір 20-30 жыл болды, қайтып кетті. Одан кейінгі Алмас деген ініміз Қаракемерде. Ол енді аренда жері бар, алмасы бар. Міне алмасы да бітті, өзі де ауырып қалды. Сол көп жұмыс істеп қойды ғой деймін, сонымен келемей қалды. Ал енді құрметті құдалар, сіздермен міне туыс болып жатырмыз. Туысымыз, құдалығымыз 1000 жылдық болсын, бәріміз аман есен болайық. Келесі жылы Шілдеқана тойға кездесейік бәріміз. Біз енді
ауылдан бәріміз енді осы жерде ауылдамыз, Майра Алматыда. Мен өзім нағашыларым қолымда өскеннен кейін ба, Тигратам, Тиграт здеспін әлгі. Қызылордада Ленск қаласында 5 жыл соятта тұрдық. Одан кейін мына последний 4-5 жылдарда Ақтау қаласынан осы 3-4 ай болды келдік. Енді қыстауға қайтадан барамыз ба деп ойлаймыз. Сондықтан арамыз үзілмесін, тек тойда жақсылықта ғана кездесіп жүре берейік. Осы ақжаулықты аналарымыз аман болсын. Гүлімге айтарым, осы апасының қызы алғашқы атында атасы қойған Гүлім деп, маған туған күніме подарка алып келді, Гүлім деп атасы қойған. Иә, өзі бәріміз айтамыз, өзі апасына ұқсағанбыз деп. Апасы сияқты қадірлі, өте сүйікті, әдемі қыз болып өссін деп ойлаймын. Ал құдағи қадамдарымыз дұрыс болсын. Құдағымыз 1000 жылдық болсын, күйеуі 100 жылдық болсын. Енді қазақта бекер айтпайды ғой. Құда 1000 жылдық деп. 1000 жылдығымыз арта берсін. Осы тойдан тойға жалғаса берсін. 2 жастың арқасында құдағи болдық. Не деймін, мына 2 жасқа шаңырақтары биік болсын, дастарханы ашық әрқашан той болсын. Жиналсақ осындай тойға жиналайық. Не айтайын енді? 2 жасқа мол уақыт, өмірлі чүбірлі, апасы секілді ақ жарқын болсын. Құдағи, тойларыңыз ұзағынан болсын. 2 жас бақытты болсын, туған шаңырақтары биік, босағасы берік, іші толы жанға толсын. Енді ол 2 жасқа тек қана бақыт тілейміз. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын, күйеу бала 100 жылдық болсын деген сияқты қазақтың ырымымен. Енді тойға ұлассын. Біздің қадамымыз сіздерге құт болсын. Айтады ғой, астында мін тұз келтірсе, елдің сәнін қыз келтіреді деп. Осы біздің елігіміз сіздерге бақ болсын. Осы көпшіліктің тілегі қабыл болсын. Құдам жақсы болса, құрдасын, құдағайым жақсы болсан, сырласын деп Гүлмираны өлді қызғана бастаймыз, наверное. Құдағайыммен кетіп қалын ба, біз қалай қалдық дегендей сондайға жетейік. Аман болайық, жақсы болайық, болаттай денсаулығымыз болсын. Құданың ажары мен құдағайдың ажары жарасады екен өздеріне. Құдағай мен сәбит үндемей тұра береді, наверное. Босағаларыңыз берік болсын, көтерген шаңырақтарыңыз биіктен болсын. Аллам қолдап қоршасын, түрлеріңізде 4 періште тайрандасын, қазаныңызда су қайнамай, май қайнасын. Бәріміз аман болайық, деніміз сау болсын. Дәл осындай той бәріміздің шаңырағымызға жұғысты болсын. Алыстан келіп жатқан құдалар, сіздерге бүгінгі өскен мәртебелеріңіз құтты болсын. Біреу төрден төмен түстім дейді, біреу хорошо, что қазан ошаққа әлі жеткен жоқпын дейді. Ертеңгі күні, келесі жылы Гүлмираларда сөйтіп бір стол төмен түсіп, төбелеріңізде бір генерал отырсын, соған Алла тағалам аман есен жеткізсін. Мен байқап тұрмын. Мұхтар Шаханов ағасымен қарым-қатынас жақсы дейді. Мен енді өзім батырдың ұрпағына берейін, өзім талнап алып келіп едім. Бұл кісі мені көршім еді. Ал бұнда енді бүгінгі себеп действительно Айдос пен Гүлім барлығымыздың басымызды біріктіріп, осында ағастардың басына бәріміз жинап, бәріміз тілек айтып жатырмыз. Осы 2 жас әрқашанда бақытты болсын. Осы аулада, осы дворда целый, Құдай бұйырса келесі жылы шілдехана болып, содан ары қарата балалар көбейе берсін. Айдос пен Гүлімде целый футбольный команда болып, соның капитан командасы Айдос болсын. Biz son dileğimiz.
Сонан кейін ой мынау капитан команда деген енді қиын екен балаларды асырау деп жатқан кезде жаңағы Жандос үйленіп, онда ары қарата жалғастыра берсін, запасной игроктар дайын тұрсын. Ал енді барлықтарыңызға зор денсаулық, ашық аспан, 1000 жылдық болайық. Енді бәріміз бір-біріміз сыйласып, осындай Ақтастарханның басында жиі кездесіп, тойласып, айту қандай құда болсаңыздар да айту төмен 5-6 столға кетпей, сол 1-ші столдың ар жағында жанында тұратындай болып жүре берсеңіздерші, барлықтарыңыз соны тілеймін. Барлық үйде құда қожашыл болсын, той болсын, қуаныш болсын. Аман есен болыңыздар. Ал құрметті құдағилар, құдалық 1000 жылдық болсын. Міне кешеден бері сіздермен таныс болдық. Бүгін туыс болып жатырмыз. Өте бір керемет құдалық өтіп жатыр. Құдалықтарымыз 1000 жылдық болсын. Осы Айдос пен Гүлімнің көтерген шаңырағы биік болсын. Іші шаттық пен бақытқа толы болсын. Берекелі болсын бұлар. Біз өзіміздің қызымызға сенеміз. Ата-анасының үмітін ақтайды деп 100% бере аламыз енді. Гүліміміз өте ақылды, білімді қыз. Сіздерді де көріп, көңіліміз толып отыр. Жақсы жандармен құда болып жатырмыз. Осы сыйластығымыз бітпесін. Туыс болайық. Құдалар, рахмет осылай күтіп отқаныңыздарға. Біз көп сөйлей алмаймыз өзіміз енді. Енді ең әрқаш неміз құдалығымыз 1000 жылдық болсын, 2 жас бақытты болсын. Сол енді басқа жақсы нелерге қосыламын. Үйімізде бәріміз осы отырған ертеге той болсын. Құрметті құда жекжаттар, мына кешеден бері біз құда жекжатты болып, екі елдің басын қосып отырған мына 2 жастың арқасында құда жекжатты болып үлкен бір отбасы болып отырмыз. Алла тағалам осы құдалығымызды ұзағынан түйіндірсін, берекесін, мерекесін берсін. Кеше кіргеннен, сіздер кіргеннен бастап, сіздердің жүздеріңіз жылы, мейірімді, қандай жақсы жермен құда болып жатырмыз деп, одан ары құтырдық. Сіздерден кеткенен тағы құтырдық. Биіктік біледік қой. Сондай керемет мәртебеміз өсіп, көптен күткен ұлы той дейді ғой. Қыздарға айтамыз ғой, ей, уақыттарың келді, қайдасыңдар сендер? Той деп жүрген. Атасы мен апалары, 2 жақтағы аталары, апалары айтады ғой. Бізге немере сүйдіріңдер, шөбере сүйдіріңдер деп. Сол күнге Алла тағалам жеткізіп жатыр деп ойлаймын. Күпән тәте де, апа да, мен жас кезімде 19 жасында күйеуге шыққам, өзім сол әулетке. Гүлмираның әулетіне, Мейіржанның әулетіне. Қалай айтсам болады екен? Құдағиларыңыздың әулетіне. Сол кезден бастап бірінші Гүлмира тұрмысқа шықты. Содан кейін мен қыз жолдас болдым. Содан кейін мен бағым жанып кетті да. Сол кезде барып келін болдым. Сіздерге мен өмір баянды айтып кетейінші кішкене болса деп. Қызық болсын деп жатқаным ғой. Содан мен деген күшті болып кеттім. Күпән тәтемен Қасымхан аға келеді ғой. Қасымхан аға келетін ол кезде марқұм. Өте мейірімді, жақсы кісі болатын. Атам жеке ет асатын ол кісіге, кішкентай кастрөлге плитаға қойып қоятын. Мен айттым, ет тамақты мен жасайды деп. Ол кезде мен жаспын ғой, енді мен қазір мен ол кісілердің ісін істеп жүрмін. Келінім бір тамақ жасарса, мен бір тамақ жасаймын. Ана келін жүршін деп. Сонан кейін деген бұл кісілер келгендегінде бір күшті алма алып келетін. Бірақ мұрны пұшық. Жасыл, сочный алма алып келетін. Соның сүтін алып келетін, майын алып келетін, я. Сонда Қасымхан аға маған деді, сәлем деп кіретін. Сәлем. Ол кезде деген бізде бас ию деген жоқ қой. Сәлеметсіз бе дейтін. Былай бізде бар ғой, бізде ата-енем, алматылықтар ғой енді, түпкі. Ол кезде ондай болмаған бізде. Мен де Талдықорғанның қызымын. Бізде сәлем салу деген ондай жоқ болатын. Кейіннен үйрендім ғой. Мен сонда қайынапаларыма айтам да,
сәлем салып үйретсеңдер деген жасым ұзақ, денім сау болады екен ғой. Жақсы сөздер сөйлейді екен. Сәлем салсаң бақытты бол дейді екен. Жасың ұзақ болсын дейді екен, бала шағаң қызың құрсын дейді екен. Сонда мен айтамын, сосы сөзге деген тапшыл қылдыңыздар ғой мені деп ше. Сол кезде неге айтпадыңыздар? Маған неге үйретпедіңіздер деп жатырмын да. Мен үйретсем оғым, бүйтіп жүре беретін едім ғой деп жатырмын. Соның бәрі ойын күлкі ғой, енді шын өмірден алынған. Тағы 4 шақ. Қазір мен бүйтіп жүре аламын. Бүйтіп жүре аламын. Шын, маған сәлем салып, бәтмәттен тұр ғой алдымда. Балқат етеміз бар, мамамның сіңіздері. Мамамның сіңізі, Шымкентке тұрмысқа шыққанда ол кісі постоянно менің келіндерім сәлем салады. Мен үйретпесін едім. Сәлем сала беремін сол бүйтіп. Жақсы сөз айтады кестер деп. Кейіннен ол кісілер деген бар ғой, келін алды ғой, өздерінің келіндеріне бар ғой, сәлем салдырып жүр ғой. Мамам айттым, мам, сіз деген аңқау екенсіз. Мыналардың бәрі бата алып жатыр, біз деген батасыз деп. Сондықтан деген бар ғой, сәлем салу деген өте керемет біздің дәстүрімізден қалған нәрсе екен. Ал бәрін айтта бірін айт, сіздердің сый құрметтеріңізге мыңда бір алғыс. Біз деген 3 күн жүріп бір-бірімізге туыстай болып, 1000 жылдық құда болуға нәсіп етсін. Берекесі мен мерекесін берсін. Біздің гүліміз балдай батып, судай сіңетін қыздың бірі деп ойлаймын. Ата-анасының, әжесінің тәрбиесін алған, оқыған, білімді, мәртебесі жоғары, өзінің ойып орны бар мекемесінде, бір мекеменің бастығы деп айта аламын. Өте, мен гүлімге айтатын, гүлім сен деген постоянно түс көремді айтып келем ғой. Мен түскенде айтам, сен осы жолы кетесің, тәте мен кетпей қалдым ғой дейді ғой. Сонда деген 3 жыл жүріпті ғой, мен 3 жыл бойы түс көргенмін. Сондықтан деген ал, басымыз аман, деніміз сау күлсін деп айтып жатқаным ғой мен. Қызымыз андай. Қызымызды сіз құдағи ұлыңызды қалай жақсы көрсеңіз, біздің қызымызды солай жақсы көруге Алла нәсіп етсін. Бәріміз де қызды ұлды өсіріп отырмыз ғой. Бәріміздің де басымызда бір келін, бір бала, бір қыз, немере, соны сүйіп өтуге Алла нәсіп етсін. Үйлеріңізде тек жақсылық болсын, дастарханыңыз берекелі, мерекелі болсын құдағи. Мен өте керемет. Мен Гүлмираға айтқан, Гүлмира керемет адамдар деп. Убедилась деп. Қандай керемет күшті. Нұрсұлтан болса микрофонда жете алмай тұр. Басымыз аман, деніміз сау болсын, құдалар. 1000 жылдық құдалар, бұрынғы құдалар, сіздердің орындарыңызды Алла тағалам деген ұзағынан сүйіндіріп, берекелі болсын. Мен Сәбитім мен Гүлмирама нәсіп етсін сіздердің жандарыңызда жүруге. Нәсіп етті ғой Алла тағалам ұзағынан сүйіндірсін. Тұрып алып деп ренжімеңіз аға. Просто бірін айтамын деп мыңын айтып қояйын ба деп тұрмын ғой, просто бір көшірмей тұрып қойыңыздар. Просто ол Найман апайымыздан енді осы әулеттің келіні керек ғой, ол Найман қыздардан микрофон тартып алу қиын ол. Бұл кісілерден ешкім тартып алмаған. Мен ғана білмеймін, бүкіл қазақ біледі. Енді рахмет, жігіттер момын келеді, қыздар пысық келеді ғой Наймандардың, Құдайға шүкір. Рахмет тілегіңізге, ниетіңізге. Өткен шақты еске алып, ана үлкен кісілердің мінекей өзіңізге деген берген батасында айта кеттіңіз. Сәлем салғанда енді шынында керек. Сәлем салуды көп адам айта бермейді. Сәлем салу еліңнің амандығын тілеу, еліңнің амандығын тілеу. Одан кейін үлкендердің ұл тап қызын. Бақытты бол деген сөзінің өзі үлкен күшті нәрсе. Сол бірақ ол сізбен жеткізуге болады ол. Бана сіз қандай алмақ біледі дедіңіз, пұшық дедіңіз ба? Алмұрт емес па? Мынандай пұшық дейміз. Мындай болады ғой, алмұрт. Шатасыр бара жоқсыз деген ме осы? Рахмет. Ал енді құдағи сізде ғой дейме? Аға, келіңіз құдағи. Бір көшірмей тұрып қойыңыздар. Ал аға, сіздің тұлғаңызға қарасам, Қазақстан Республикасы бір білім және ғылым министрлігі қандай көріп тұрген.
шынды керек я. Ұқсайды, тау тұлғалы азамат. Құдаларыңызға бір қош жеме тұрып қойыңыздар я. Енді құдағи сіз де келіңізші. Құдағи келіңіз, ал енді бір ауыз леп болсын, негізі әрбір тосқа 15 минуттық регламентта нар қолдың жігіті болған соң орысшаға тілім келмейді негізі. Релагмент бітті сондай бір бәле. Сондай нәрсе болған, өтіп кетті сондай нәрсе. Ал онда Құтеке жолдастардан келіңіз. Кешудің қыздарынан бірден ғой. Осы бастап берсін, одан кейін құдағи түйіндеп берді. Рахмет. Құдағилар, бүгінгі ақ дастархандарыңызға, сыйларыңызға көп рахмет. Мына түсіп жатқан келіндеріңіз сіздерге құтты да берекелі келін болып түсе берсін. Ырысты келін болсын, құтты келін болсын аяғы сіздерге. Не айтам, мына жайылып жатқан дастархандарыңызға мың алғыс. Балалар бақытты болсын, ұстасқан қолдары мәңгілік болсын. Сіздер жаңағы бәйтерек болып отыра беріңіздер. Сіздердің бәйтеректеріңіздің саясында саялап балаларыңыз жүре берсін, жетектеп жүре беріңіздер. Немерелі болыңыздар, шөбірелі болыңыздар. Бағана бері балаларыңызды мақтап жатырсыздар ғой, мынандай деп. Біздің де қызымыз мынандай, алла екі ұл мен қыз мынандай болып, енді сондай сіздерге тек қана немере сыйласын. Екеуі де мынандай тек қана немерелер сыйласын сіздерге. Тек қана құда мен құдағилардың орталарыңызда тек қана тартулық, қуаныш болсын, жүрген жерлеріңізде той туман болсын. Бақытты да баянды ғұмыр кешсін, апаларының жолын берсін, екі апасының әжелерінің жолдарын берсін. Мына енді нағаш апасы келе алмай жатыр, ауруханада деп жатыр ғой, енді тезірек сауығып кетсін ол кісі де. Сол кісінің баталарымен, осы кісілердің баталарымен көктеп көгеріп жүре беріңіздер. Той құтты болсын. Той құтты болсын. Енді мына сөйлеп жатыр ғой, бағана жақсы тілектер айтылып жатыр. Соған қосылам. Екі жас бақытты болсын. Құдағилар, сыйларыңызға рахмет. Өте керемет күшті отырмыз. Жастар бақытты болсын. Таласқан зорда тек қана сый болсын. Ендігі жылдар шілдехана тойға келейді. Міне, тілек деген осы. Күшті. Керемет, рахмет. Арнайы ақ тілектеріңізге құдағилар. Осы әулетке келсеңіздер, сый құрмет көріп. Екі жасқа келсеңіздер, тек тойына келіңіздер, Алла қаласа. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Енді маған айтып жатыр ғой, қызым. Балаңызды қандай көрсеңіз, қызымды да сондай көріңіз деп. Ол айтқаны орында, батыр деген кім десе, бауыржан қыз бала деген ар жағы түсінікті шығар. Ең бастысы, осы екі жас бақытты болсын. Баяғыда бір анамыз айтқан ғой, қызымыз атып жатып, қызым үйде өскен, ерке қыз, күн көрмеген, үйден шығармай өсірген десе, құдағи тікелей түсін қап, уайымдама құдағи, мен де қызыңа күн көрсетпеймін деп айтты ғой енді. Олай емес, анамызға қарасам өте жуас кісі, ағамызға қарасам ақ көңіл кісі, тек жақсылық көріп өтіңіздер, тілеріміз сол. Мен сіздерге тілерім, үйлеріңізден түзіліп түзу ұшқан түтін болсын, қарадай бастарыңызға, ұрпақтарыңыздан қан лайық күтім болсын. Жастарыңыз бақытты болсын, жиеннің тойына келіп жүріңіздер, ел аман, жұрт тыныш, бауыр бітім болсын дейік. Аман есен болыңыздар. Енді былай сезем қалай болады? Отыра орындықтан ұят болды. Мен қазір нағашы атамыз мынау үш әулеттің таразы басын тең ұстайын деп отырмын. Ас қайырып атасын алам. Оған дейін сіздерді айыпқа бермасаңыздар, билет барып дастархан төріне жайғастырайын. Сіздердің құрметтеріңізге дәл осы орайда 30 минуттық үзіліс беретін боламын. Осы жерде қоржын ашамыз. Одан кейін тағы да биіміз әрмен қарай жалғасады. Ал әке, өзіңізден илахамин деп. Болады, ал онда Айдос күлім келіңіздер шортаға. Жиенмен, келін алып келсін дейді. Дұрыс, енді қадірлағайын. Бұл кісілердің батасы, бата. Енді үлкендеріміз осы жастар бірге тұрғанда бата берейін деп жатыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жаңа шаңырақ көтеріп жатқан қос ұланым, отбасыларыңа бақ берсін, бақ бергенде нақ берсін, қырда жүрген құдырды Алла тағала отбасыңа алып берсін. Алла тағала береке, бірлік, бақ дәулет, шаңырақтарыңызға құда берсін. Мынау отбасын
жанұяң толы жан болсын, қораң толы мал болсын. Алла тағала сіздердің мың бір бәледен, 100 бір қатерден сақтасын, жаманның көзінен, дұшпанның сөзінен сақтасын. Алла тағала елімізге тыныштық беріп, халқымызда тоқшылық заман болсын, Алла тойымыз мол болсын. Әумин.